Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат және бүгін біз таңертең өткен Садриддин Ахмедовтың жекпе-жегі жайлы сөз қозғаймыз. ақш-тың Калифорния штатында өткен бокс кешінде Ахмедов мексикандық Элиас Эспадаспен кездесіп, 10 раундтық тепе-тірестің шешімі бойынша тең деген нәтижеге шыққан болатын. Осы кезден біраз пікірталастар басталып кетті. Көптеген бокс группаларында, Инстаграмда, Телеграмда неше түрлі эксперттер өздерінің ойымен бөлісіп жатыр және кейбіреулермен келісуге болады. Себебі Садриддин мүлде өзіне ұқсамады. Баяғы мексикандықтардың қорқынышы деген лақапатқа ие боксшы, бүгін оны мүлде көрмедік. Бұған бірнеше себептер болды. Қарсыластың ыңғайсыздығы, өзінің шыққан геймпланы дұрыс емес, жекпе-жек барысындағы жарақаты, бапкердің тактикасы. Жалпы былай қарасаң себеп көп. Және де осыны түсіну үшін арнайы видео жасап, толығырақ талқылап әңгіме айтуды жөн көрдім. Себебі тең нәтиже деген біраз сұрақтар тудырады. Сол үшін бүгінгі видеомызда дәл осы Садриддин Ахмедовтың жекпе-жегі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Садриддинге не болды? Неге өзіне ұқсамады деген сұрақтарға жауап беріп, шынымен де төрешілер қастандық жасап, жеңіс торлап кетті ме деген тақырыпқа да әңгіме айтатын боламыз. Ал бұл видео басталмас бұрын шамалы ғана сұрайтын бар. Біздер қысқаша үзілістен кейін қайта оралып жатқасын, сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж болып отырмыз. Себебі видеолар азайғасын, көрермендердің санында түсіп кеткен болатын. Сол үшін сіздерден сұрайтыным осы видеоға міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар 5 сөзден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Садриддин Ахмедовтың жекпе-жегін көрдіңіздер ме? Жалпы бұл боксшымыз жайлы не ойлайсыздар? Чемпиондық деңгейге жетіп, Головкин ағамыз сияқты супер жұлдыз бола ала ма? Менің ойымша, Садрдың қолынан барлығы келеді. Тек қана дұрыстап жұмыс жасап, командасымен жақсы дайындалса. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Және де өткен аптада біз UFC-дегі басты жұлдызымыз, біздің батырымыз Шавкат Рахмоновтың мансабы жайлы әңгіме айтқан болатынбыз. Сол жерде мен біраз сұраққа жауап беріп, UFC Шавкатты лақтырып кетуі мүмкін деген қорқынышымен бөліскен едім. Сол видеоның сілтемесі астында болады. Міндетті түрде сол видеоны да қарап, лайк пен комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Кеттік. Өздеріңіз байқағандай, Азамат спорт арнасындағы видеолар Теннис TXZ-тің көмегімен шығып жатыр. Біздің достарымыздың сайтында бар ыңғайлы функция жайлы айтып кетейін. Көптеген адамдар шетелде болып жатқан спорт түрлерін Қазақстанда қалай қарауға болады деген сұрақ қояды. Теннис TXZ букмекер кеңсесіндегі достарымыз өздерінің сайтындағы керемет функцияны еске салып отыр. Себебі Теннис TXZ-те 9 спорт түрінен тікелей эфирді қарауға болады. Мысалы, атақты Лионель Мессидің Интер Майами сапындағы MLS Лига кубогы және де CONCACAF чемпиондар кубогындағы ойындарын тамашалауға болады. Сонымен қатар, Теннис TXZ футболдан Германия кубогы, Нидерландиялық Ередивизия, Турция кубогы, Польша чемпионаты және де Дания елінің кубогымен чемпионатын көрсетеді. Жалпай келе 20-дан астам турнир бар. Бұған қоса, Теннис TXZ-тегі достарымыз теннистегі ATP сериясының барлық турнирін көрсетеді. Алдымызда Ролан Гаррос, Уимблдон және де US Open күтіп отыр. Бұдан бөлек баскетбол, хоккей, волейбол, снукер және де үстелдегі теннистің де трансляциялары бар. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, Теннис TXZ-ке тіркелгесін толығырақ білуіңізге болады. Сонымен, бүгін, яғни 20 сәуір күні Американың Калифорния штатында Садриддин Ахмедов бокс кешін басқарған болатын. Және бүкіл осы бокс кеші арнайы Садриддин үшін жасалған болатын. Себебі өзіне ыңғайлы қарсылас алып келді. Былай айтқанда мексикандық боксшы, бірақ Мексика тәсіліне мүлде ұқсамайды. Алдыға шабуыл жасап ешқандай жоқ, тек қана артқа жүреді, тек таза ғана жіп тастайды, артқа кетеді, кейде сериялармен былай айтқанда взрывается, бірақ соның өзінде де Садриддинге толығымен ыңғайлы боксшы келген болатын. Жалпы қазіргі сәтте Садриддиннің айналасында керемет команда жиналған болатын. Және де менің естуім бойынша Садриддиннен жаңа Головкинді жасауға тырысып келеді. Неге? Себебі кезіндегі Головкиннің былай айтқанда менеджері Том Лефлер қазіргі сәтте осы Садриддинмен өте жақсы керемет қатынаста, және де ары қарай осы Садриддиннен ақш нарығында үлкен жұлдызды шығаруға тырысып келеді. Бұдан басқа осы Садриддин Ахмедовтың мансабына Гена Головкин ағамыздың өзі де қызығушылық танытып, біраз рет дайындығына қатысқан болатын. Оны біз жазда өткен неше түрлі видеоларда көрген болатынбыз. Және де ең қызығы, қазіргі сәтте Садриддин Ахмедов Головкиннің атақты бапкері мексикандық Абель Санчеспен жұмыс жасап келеді. Және де менің ойымша осы жекпе-жектің алдында барлығы Садриддиннің жеңісіне сенімді болған еді. Және де шынын айтсам, мен де сенген едім. Себебі анау қарсыласы Элиас Эспадас деген ойбай деп қорқатында ешкім емес. Жаңа айтқандай төбелес тәсілі өте ыңғайлы, және де осы жекпе-жекте Садриддин сенімді жеңіске жетіп, ары қарай өзінің топ
деңгейдегі боксшы екенін дәлелдеп, элитаға былай айтқанда вызов тастап, шақырту тастап көтеріледі ме деген ойым болған еді. Бірақ өкінішке орай осы жекпе-жекте біраз зат дұрыс болмады, және менің ойымша бұл жерде басты сұрақ Садриддиннің өзіне және Садриддиннің бапкерлеріне, себебі Ахмедовтың айналасында керемет жаңа айтқандай команда жинап берді, және осы бокс кешін арнайы Садриддин үшін жасаған болатын. ақш нарығына қызық болады. Калифорния, неше түрлі жерде бокс фанаттары бар. Калифорния былай айтқанда мексикандықтардың екінші үйі болып саналады, Техас пен Лас-Вегас санамаған кезде. Сондықтан осы Калифорнияда былай айтқанда мексикандықтардың барлығының көзіне осы Садриддиннің өзінің керемет екенін көрсетуі керек еді. Бірақ бірнеше зат дұрыс болмады. Ең алдымен бұл Садриддиннің өзі жаңа айтып кеткенімдей, себебі Садриддин бір ғана соққыға сеніп шыққан болатын. Және ойым мынандай болды, мен түсіндім. Неге? Себебі бірінші, екінші, үшінші раундтарда Садриддин бірден қатты былай айтқанда взрывной скорость дейді ғой, жылдамдығын барлығын салып, соққыларына бүкіл күшін салып, қарсысын құлатуға тырысқан болатын. Ал қарсысы бұл былай айтқанда типичный мексикандық. Неге? Себебі чин дейді ғой, жағы керемет, соққы тисе де ары қарай тіке жүре береді, кей кезде өзі артқа жүреді, соққы тастаса, мейлі, қорықпаймын, ары қарай мен саған бірнәрсе қылып жауап берем деп ары қарай шабуылдаған болатын. Және де менің ойымша Садриддин бұндай қарсыласты күтпеген еді, себебі геймпланы толығымен бұзылып кетті деп ойлаймын. Және де ең қызығы ортасы, мысалы осы жекпе-жектің ортасында қарсыласы мексикандық боксшы Элиас Эспадос өзіне тізгінді алып кеткен сәттері де болды. Неге? Себебі Садриддин алдыңғы аяғымен спатешка левый хук тастайды, бірақ ол басына өтіп кетеді, қарсыласы тіке соққыларымен күтіп алып жүрді. Соның арқасында кейбір раундтарды менің ойымша қарсыласына беріп жіберген болатын. Менің ойымша 5-ші раундта қолым сынды, болды, тоқтатайық дегенде төрешілердің шешімімен дуэт болғаны анаған беріп жіберу мүмкін еді. 5 ұтылып қалды, 6 ұтылып қалды, 7 ұтылып қалды. 9-ды басын жақсы бастатты, нокаутқа түсірем деп, қолы сынған адам 9-ші раунд нокаутқа түсірем деп шықты. Think about it. 9-ші раундта, 10-ші раундта конкретно таяқ жеді. Примерно түсініп тұрсың ғой, басын алғанымен екінші жақты шатылып қалған. Садриддин отказ бере салу керек. Қолың сынды ма? Болды, керек емес. Бірақ кто знает, может комиссия басқаша жіберуі мүмкін шығар. Жалпы былай айтқанда қазіргі сәтте Садриддиннің боксы мүлде түсініксіз. Неге? Себебі бұған дейін әуесқойлар арасында төбелесіп жүргенде Ахмедовтың былай айтқанда нокаутирующий мощь дейді ғой, нокаутқа түсіретін күші керемет екенін барлығымыз көрген болатынбыз. Оны әуесқойлар арасында, қателеспесем, жастар арасындағы әлем чемпионатында көрген едік. Себебі 6 жекпе-жегінің 3-еуін қателеспесем нокаутпен жеңіске жетті. Кейін Таиланд патшасының кубогында керемет жеңіске жеткен болатын. Және де ары қарай өзінің әуесқой боксындағы мансапын былай айтқанда көтеріп олимпиада, әлем чемпионаттарында өнер көрсетудің орнына бұдан бас тартып толығымен кәсіпқой көшкен болатын. Және де мен сол кезде менің ойымша шынымды айтқанда Садриддин үшін бұл керемет ары қарай өзінің мансабының қозғалуы деп ойлаған болатынмын. Және де әлі күнге дейін солай ойлаймын. Неге? Себебі бірден неге көшкесін, кәсіпқой көшкесін канадалық Eye of the Tiger деген компанияға кірді. Соның арқасында 8 айда 6 жекпе-жек өткізіп, өзінің былай айтқанда нағыз чемпиондық дәрежедегі боксшы екенін көрсеткен болатын. Бірақ өкінішке орай ары қарай пандемия келді, 2020 жылдағы жағдайлар болды. Кейін виза бермей Қазақстанда біраз уақыт жүріп қалды. Соның кесірінен жалпы осы 2020 мен 2025 арасында 5 жылдың ішінде 4 қана жекпе-жек өткізіп, үлкен регресс бары көрсетілген еді. Себебі бұрынғыдай нокауттық күші жоқ, қарсыласын бұрынғыдағыдай сезінбейді. Бар болғаны сол бір типті однолинейный деп атайды ғой, орыстар бір линияға шығып алады, джебпен не істетін шабуылын джебпен бастап, ары қарай аяқта қозғалып, футворк, сайдстепке кетіп қалып, мысалға толығымен жабылған оппоненттерді қалай ашуын білмейді. Бұны мен Ахмедовтың бұған дейінгі қателеспесем қара торы жігітпен жекпе-жекте көрген болатынмын. Неге? Себебі қарсыласы толығымен айтқанда глухая защита дейді, глухая оборона, толығымен қорғаныс кетіп қалғанда қалай шашарын білмей, бар күшін шыққан хуктармен, боковоймен шашып жатыр да. Ары қарай шамалы разнообразие қосу керек, креативті қосу керек. Сайдстепке кет, астынан бер, аш, бүйтіп қалай қорғаныс кеткеннен қолыңмен тарт, ұр, жетілісін көрсетуге болады бұны. Жәнібек көрсетіп тұрды, бұрынғы Головкинде де көрдік. Себебі алдың қолымен бұлай оверхенд тұрған, тарихта алғаш рет болып тұр ғой. Сондай жағдайлар өте көпті. Садриддинде қазіргі сәтте ондай мүлде жоқ.
ары қарай мысалға дамып жаңа боксшы ретінде, кәсіпқой боксшы ретінде бұны түсіну керек. Кәсіпқой боксшы ретінде ары қарай даму мүлде жоқ. Соның кесірінен біз Садриддиннің мынадай түсініксіз жекпе-жегін көріп отырмыз. Ары қарай 5-ші раунд болды, 5-ші раунд қарсыласын алып кетті. 6-шы, 7-ші ұтылып қалды. Кейін өзінің айтуынша осы 5-ші, 6-шы раундтарда қолы сынып қалды, бірақ үлкен сұрақтар тудырып тұр. Неге? Себебі 9-шы раундта екі қолымен де толығымен қарсыласын нокаутқа түсіремін деген оймен шыққан болатын, бірақ осы жерде сұрақ пайда болады. Егер сен 5-ші, 6-шы раундтарда қолың сынса, қалай 9-шы раундта сен анандай қалып шабуыл жасайсың? Енді осы шабуыл жасау жайлы біраз сұрақтар бар. Неге? Себебі шабуыл жасадың, барлығы жақсы, керемет, ары қарай шабуылдап қарсыласын нокаутқа түсіруге жақын болдың, бірақ ары қарай былай айтқанда бір-ақ соққы өткізіп алған қарсыласты ары қарай дожимать етіп, өзінің темпті көтеріп, соққыларды жаңбырдай жаудырудың орнына сен былай айтқанда ары қарай дым болмағандай артқа шегініп, кел жай ғана төбелесе берейік, бокстасай берейік деп айтқан ойын маған мүлде түсініксіз болды. Және менің ойымша Садриддин Ахмедов бір ғана соққыға сеніп шықты да, қазір бір соққыны дәл тигізем, сол кезде анау құлайды деген ой болды. Және менің ойымша бұл үлкен қателік. Былай айтқанда қарсыласы менсінбей шықты. Және осының кесірін Садриддиннің өзі керемет түсініп отыр. Себебі жекпе-жек соңында былай айтқанда тең деген нәтижеге жеткен болатын. Бұл шешіммен келісуге де болады, келіспеуге де болады. Бірақ менің ойымша Садриддин бұл жекпе-жекте жеңіске жеткен жоқ. Шынымен де жеңіске жеткен жоқ, бірақ жеңілген де жоқ. Қарсыласы сондай жеңілген жоқ, және жеңіске де жеткен жоқ. Екеуі де бірдей жекпе-жек көрсетті. Садриддин бірінші номермен жұмыс жасап, әрдайым шабуылдаған болатын. Қарсыласы болса, тек қана былай айтқанда қашып жүріп, Наотходи екінші номерде жұмыс жасап, джебтермен қарсыласының, мысалға Садриддиннің темпін бұзып жүрді. Садриддин өзіне ыңғайлы былай айтқанда дистанцияны сезіп, қарсыласының қозғалысын сезіп, ары қарай соққы тастап, финттер жасап, соққыларын былай айтқанда көрсетпей, финт жасап, көрсетпей неожиданно қылып тастаудың орнына барлығы одна типті, бір типті танк болады, ол тіке ұратын же БТРлер сияқты. Сондай қылып тіке жүріп жүрді. Ал қарсыласы қиналмайды. Қарсыласы түсініп тұр. Бұндайлармен бұған дейін бокстасқан мексикандықтар толып жатыр бұндай. Бір типті аяғымен қозғалыс жоқ, тек қана таза бүйтіп бокстасып жүретін. Бітті, қиналмайды. Біраз келеді, тағы қайтадан, тағы келеді, артқы қолмен ұрады. 1-2 сериялар лақтырады. Және осы сериялар біраз рет Ахмедовке ауыр тиген болатын. Және 10-шы раундта менің ойымша төрешілердің көбісі 10-8 есебімен қарсыласына берген болатын. Және осы менің ойымша шешуші фактор болып кетті. Неге? Себебі Садриддин былай айтқанда физика жағынан қатты отырып қалды. Оның ары қарай темпті көтеріп, неше түрлі соққылар тастап, ары қарай қарсыласын былай айтқанда құлауға дайын тұрған қарсыласын ары қарай құлатудың орнына Садриддин керісінше оған уақыт беріп, оған орын беріп, бүкіл анау рингте еще қатты үлкен емес, сол кішкентай ғой, 4 бұрышты ринг, ары қарай мысалы канаттан қасына барып қыстырып, соққылар тастаудың орнына артқа шебініп, біраз былай айтқанда қателіктер жасаған болатын. Және бұл кімнің кесірі деген үлкен сұрақ пайда болып тұр. Және менің ойымша бұл Абель Санчестің кесірі. Неге? Себебі Абель Санчесті барлығы атақты, керемет мексикандық боксшы ретінде таниды, бірақ бұл жерде бір затты түсінуіміз керек. Ол Головкинмен жұмыс жасады, кейін қателеспесем анау орыс боксшысымен 2 салмақта чемпион болды да, ақыры Усикте ұтылып қалған сол адамдармен бокстасып, неше түрлі былай айтқанда керемет техника жасап беретін адам деген үлкен багажы бар. Бірақ бұл жерде бір затты түсінуіміз керек. Абель Санчес соққылар жасап береді, неше түрлі техниканы қойып береді, бірақ Абель Санчес ешқашан аяқты қозғалысты, былай айтқанда мувмент дейді ғой, футворкты ешқашан қойып білмеген. Және бұны біз Головкиннің жекпе-жектерінің барлығында көрген болатынбыз. Және Головкин Сауль Альварес Канело жеңіліп қалды, осы кезде барлығы осы Абель Санчестен көрген болатын. Және менің ойымша бұл 100% дұрыс. Неге? Себебі кезінде Головкин әуес қойдан профиге керемет боксшы болып көшкен болатын. Соққылары ауыр, нокаутқа түсіреді, келген адамның барлығын құлатады деген сондай ой болған. Кім болса, жаңа Абель Санчес болса, Головкиннің тәсілін ары қарай көтеріп, жаңа деңгейге шығарудың орнына Головкинді былай айтқанда аяқта тұрып, мүлде қозғалмай, сайдстеп, бэкстепке кетіп, джебтермен соққы тастауға мүлде үйретпеген. Бұны Головкиннің жекпе-жектерінің барлығында көрсеңіздер болады. Неге? Себебі Головкин келеді, джебпен бастамайды, барлық күшін бір соққыға тастайды, бір соққымен ұрады. Және бұл Головкиннің қолынан келді. Неге? Себебі бұл орта салмақта төбелесетін боксшы, бірақ күші
боксшы, былай айтқанда ауыр салмақтағы боксшылар сияқты. Бұны Усик айтқан болатын, Канело, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев барлығы айтқан болатын. Және менің ойымша Головкиннің феномені ол мүлде бөлек, және Головкиннің феноменальды боксшы екеніне Абель Санчестің ешқандай қатысы жоқ. Және базар жоқ. Абель Санчес жақсы айтқанда боксшы бапкері, керемет заттар түсіндіреді. Бірақ соның өзінде де біздің Садриддинге ешқандай пайдасы жоқ деп ойлаймын. Және қазіргі кезде артқа қарамай осы Абель Санчестен қашып кеткен дұрыс. Неге деген үлкен сұрақ пайда болады, оған жауап түсінікті. Себебі бұған дейінгі қарасаңыздар, Садриддиннің боксы мүлде бөлек еді. Әрдайым қозғалыста аяқпен қозғалып жүріп, қарсыласына келген қарсыласына қарымташа болды, керемет соққылар тастап, ары қарай мысалға қалай қиын жағдайдан шығып кетуін керемет білетін еді. Себебі айтқанда боевой IQ деген болады, о жекпе-жек IQ-ы керемет жоғары сатыда еді. Бірақ Абель Санчеспен жұмыс жасай бастағасын, Абель Санчес әрдайым бір ғана соққыға салып береді, бір ғана соққыға барып, ары қарай осылай жеңесің, мен саған сенемін, осылай ары қарай ұра бер деген ойы болатын. Бірақ өкінішке орай Садриддин бұл жекпе-жекте осыған сеніп, ары қарай не істерін білмеді. Былай айтқанда бапкері де оған план А, план Б, мысалға мынау дұрыс жүрмей жатса, ананы дұрыстау керек, анау жүрмей жатса, мынаны дұрыстау керек деген заттар мүлде айтылмайды. Соның кесірінен менің ойымша Садриддин осы жекпе-жек барысында басқаша геймпланға, басқаша тактикаға алмасып кетуге дайын болмады. Садриддиннің өзі дайын болмады, және де Абель Санчес бұған дайын болмады. Соның кесірінен менің ойымша осындай жекпе-жекті көрген болатынбыз. Базар жоқ, тең нәтиже ешкімге ұнамады, сұрақтар өте көп, ары қарай не болады деген айтқанда қызық сұрақ пайда болып тұр. Менің ойымша қазіргі сәтте жаңа айтқанымдай Садриддин Ахмедов осы Абель Санчестен кетуі керек. Неге? Себебі менің ойымша Садриддин Ахмедовтың бокс тәсілі керемет, оны ары қарай дамытып, неше түрлі мексикандық емес, американдық, кубалық боксты қойып беріп, жаңа деңгейге шығаруға болады. Және альтернатива ретінде мен Бади Магирді айта аламын. Неге? Себебі Бади Магирд біздің Мейірім Нұрсұлтановпен жұмыс жасады, біздің Жәнібек Әлімханұлымен жұмыс жасап, оның қазақ бокс стилін ары қарай дамытып, мықты нокаутерға шығарған болатын. Және де менің ойымша Садриддиннің қолындағы күш Жәнібектікіне қарағанда әлдеқайда мықтырақ. Және де ары қарай даму үшін дәл осы Бади Магирдпен жұмыс жасап, жаңа деңгейге шығуға болады. Ең қызығы олардың боксерлық залы, кемпі бір-бірден алыс орналаспаған. Биг Берде болса, анау Окснардта жақын арасы. Шығасың, самокатпен 500 метр жүресің, келесің, болды. Сондықтан менің ойымша Садриддин үшін дәл осы сәт мықты, жақсы, толығымен керемет болуы керек. Жалпы бұл жекпе-жек жайлы не ойлайсыздар? Бұл жаңағы менің айтқан сөздерім жайлы не ойлайсыздар? Дұрыс па, әлде бұл мен ешқандай келіспей, өздеріңіздің басқа ойларыңыз болса, міндетті түрде комментарийге пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алға Қазақстан! Менің ойымша Садриддин Ахмедов міндетті түрде жеңіске жетіп, ары қарай жаңа жұлдыз бола алады. Бірақ ол үшін бірнеше өзгерістер жасауы керек. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.